Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде екінші сынып 25-ші сабақ. Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептер дейді. Сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренесің. Бірінші есепке қараймыз, тапсырманы орында дейді. 7, 15, 26, 45 сандары берілген, 3-ке арттыр дейді. Яғни қос деген сөз. 3-ке 7-ні қос. 7-ге 3-ті қос, 15-ге 3-ті қос, 26-ға 3-ті қос, 45-ге 3-ті қос деген мағына. Одан кейін 78, 8, 24 және 36 деген сандар берілген. Оны 8-ге кеміт, яғни азайту амалын қолданамыз. 78-ден 8-ді азайтамыз, 8-ден 8-ді азайтамыз, 24-ден 8-ді азайтамыз және 36-дан 8-ді азайтамыз. Бірінші есепті біз 7-ден 3-ті азайтсақ 10 болады. 15-ден қосамыз, яғни 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. 15-ге 3-ті қоссақ 15-ті қосылғышын біз 10-да 5 деп аламыз. 10 қосылған жақшаның ішінде 5-ті қосамыз, яғни бірліктерін 5 қосу 3, 8 болады. 10-ға 8-ті қоссақ 18 болады. 26 қосылған 3, 26-ны 20 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. 20-ның өзін жазып, бірліктерді қосамыз. 6-ға 3-ті қоссақ 9, оған 20-ны қоссақ 29 шығады. 45 қосу 3. 45-тің қосындысын 40 және 5 деп алсақ болады. 40-тың өзін жазып, қосу бірліктері 5-ке 3-ті қосамыз. 40-қа, сонда 5-ке 3 қоссақ 8, 40-қа 8 қоссақ 48 деген сан шығады. Енді 8-ге кемітетіндерін жазатын болсақ, 78-ден азайтамыз 8-ді. 78-дің қосындысын 7 мен 8 деп алатын болсақ, 70-тің өзін жазып, 8-ден 8-ді азайтамыз, яғни бірліктен сонда 0 болады, 70-тің өзі шығады. 8-ден 8-ді азайтсақ, мына жерде мінекей 8-ді 8-ге кеміт деп тұр, 0 болады. 24-тен азайтамыз 8-ді, 24-тің қосындысын 10 мен 14 деп аламыз. 10-ның өзін жазып, 10 қосу 14-тен 8-ді азайтамыз. Сонда 6 болады, 10-ға 6-ны қоссақ 16 болады. 36-дан азайтамыз 8-ді. 36-ның қосындысы 20 мен 16-ны деп алсақ, 20-ны жазып, 16-дан 8-ді азайтамыз. Сонда 8 қалады, оған 20-ны қоссақ 28 болады. Келесі бізде екінші есепті шығар дейді. Біріншісі, менде 12 бет белгі, ал досымда менен екеуі кем бет белгі бар. Досымда неше бет белгі бар дейді. Мына жердегі жасыл дөңгелектерді 12 бет белгі, яғни менікі деп алатын болсақ, мына көк дөңгелектерді досымдікі деп санаймыз. Дәл менікіндей, яғни сонша, бірақ екеуі кем дейді. Мына жерде 2 бет белгіні досыныкін, яғни сызып тастаған. Енді біз бірінші берілгендерін жазамыз. Екінші есеп, менде 12 бет белгі, досымда сұрақ белгісіз, бірақ маған қарағанда екеуі кем. Шешуі 12-ден 2-ні азайтамыз 10, жауабы 10 бет белгі бар екен досында. Екінші жағында, досымда 10 бет белгі, ал менде одан екеуі артық бет белгі бар. Менде неше бет белгі бар дейді. Мінекей, мына жерде досында 10 бет белгі бар, ал менде дейді одан екеуі артық, яғни мінекей қошалып белгілепті. Сонша тағы екеуі дейді. Сонда бұл бізде бірінші есепке кересеп болып тұр. Досымда 10 бет белгі, менде сұрақ екеуі артық досына қарағанда. Жауабы, шешуі 10-ға 2-ні қосамыз 12, жауабы сонда менде 12 бет белгі бар екен. Ары қарай бізде үшінші есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз дейді. Әсет 37 жолды дәптер және одан аға артық торкөз дәптер сатып алды. Әсет неше торкөз дәптер сатып алды? Оған осы есепке бір кері есеп құрастыр дейді. Әсетте 37 жолды дәптер, жолды дәптер бізде 37, торкөз дәптер сұрақ
жолды дәптерге қарағанда аға артық дейді. Шешуі сонда 37 қосу а болады. Өрнек бұл. Жауабы 37 қосу аға тең. Енді бұның кері есеп құрастыратын болсақ, біз торкөз дәптерді белгілеп аламыз. Ол бізде а қосылған 37-ге тең. Ал жолды дәптер белгісіз, аға кем деп алатын боламыз. Яғни кересеп бізде артық болса, кересеп кем болып жүреді. Шешуі а, яғни торкөз дәптерге жолды дәптерді қосамыз. А қосылған 37, азайтамыз, яғни кем болғасын а деміз. Яғни 2а қысқартатын болсақ, онда 37-нің өзі қалады. Жауабы 37 жолды дәптер бар екен. Келесі бізде 4-ші есеп. Есепті шығар. Әсеттің 29 дәптер, торкөз дәптері бар. Ал жолды дәптерлерінің одан 16-сы артық. Әсетте неше жолды дәптер бар дейді. Мына жерде 29 торкөз дәптері болса, одан дейді 16-сы артық. Мінекей. Жалпы әсетте неше жолды дәптер бар екенін анықтайтын боламыз. 4-ші есеп. Бізде торкөз 29, жолды дәптер 16-сы артық. Торкөзге қарағанда шешуі 29-ды қосамыз 16-ға, яғни артық деп тұр ғой. 29-ды 20 мен 9-дың қосындысы деп аламыз, 16-ны 10 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. Енді ондықтарын қосамыз, одан кейін бірліктерін қосамыз. Ондықтары 20 мен 10, 30 шығады, бірліктері 9 пен 6, 15 шығады. 30-ға 15-ді қосса 45. Жауабы сонда барлығы 45 жолды дәптер бар екен. Ары қарай бізде 5-ші есеп. Қараңыздар, есепті шығар дейді. Әсеттің 45 жолды дәптері бар, ал торкөз дәптерлерінің одан 16-сы кем. Әсеттің неше торкөз дәптері бар дейді. Жолды дәптері 45, торкөзі 16-сы кем, жолдыға қарағанда. 5-ші есеп, бұл бізде 4-ші есепке кері есеп болып саналады. Шешуі 45-тен 16-ны азайтамыз, өткені 16-сы кем деп тұр. 45-ті 30 бен 15-тің қосындысы деп алсақ, 16-ны 10 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. Енді бірінші ондықтарын азайтамыз, содан кейін бірліктерін азайтамыз. 30-дан 10-ды азайтқанда 20 қалады, 15-тен 16-ны азайтсақ 9 қалады. 20-ға 9-ды қоссақ 29, сонда жауабы 29 торкөз дәптер бар екен. Ары қарай келесі есеп бізде 6-шы есеп. Есептің сызбасын сал және оны шығар дейді. Әйгерімнің түрлі түсті 24 карандашы және одан 18-і кем қаламы бар дейді. Әйгерімнің неше қаламы бар? Сұрақ. 6-шы есеп. Бізде сызбасын салатын болсақ, мынау бізде 24 карандаш болсын, 34 карандаш болсын, ең біріншісі. Екінші сызбада қақ ортасы 18-і кем. Мына жағында енді бұл бізде қалам, осы қаламды табуымыз қажет. Енді карандаш бізде 34, қалам белгісіз, 18-і кем. Енді қаламды табу үшін 34-тен біз 18-і азайтамыз, өткен кем болып тұр. 34-ті 20 мен 14-тің қосындысы десек, 18-ді 10 мен 8-дің қосындысы деп аламыз. Енді ондықтарын азайтамыз. 20-дан 10-ды азайтсақ 10 болады. 14-тен 8-ді азайтсақ біз 6 болады. Сонда 10-ға 6-ны қоссақ 16. Сонда қаламымыз мына жердегі 16-ға тең екен. Жауабы қалам 16-ға тең. Ары қарай бізде 7-ші есеп. Кел ойнайық дейді. Өрнектердің мәнін тауып, әр баланың оқу құралын анықта. Мысалы бізде ұл бала және қыз бала берілгене, әрбір есептің жанында оқу құралы бар. Ал жауабы осы балалардың қолына ұстап тұрған сандармен жауабы бірдей болса, яғни сол балаға тиесілі, яғни ұлға және қызға. Біріншісі 26, 34, 37 ұлда. Егер жауабы қайсында шықты, ұлға тиесілі болады. 30, 55, 32, бұл бізде қыз балаға тиесілі екен. Ең бірінші біз 25 қосу 30 деп алатын болсақ, 25-тің қосындысы 20 мен 5, бірінші 20-ға 30-ды қосып, оған 5-ті қосамыз. 50 қосу 5, 55-ке тең. 55 бізде
кімде бар? 55 бізде қызда бар, иә? Сонда желім, мына желім қыз балаға тиесілі екен. Және екіншісі 84 азайту 50. 84-ті 80 мен 4-тің қосындысы деп аламыз. 80 50-ді азайтамыз, оған 4-ті қосамыз. 30 қосу 4, 34 болады. 34 бізде балада бар, иә? Демек 80 50 сызғыш мына жердегі бізде 34 деген санмен мәні 34-ке тең, демек сызғыш ер балаға тиесілі екен. Ары қарай бізде 27 қосу 40. 27-ні 20 мен 7-нің қосындысы деп алатын болсақ, 20-ға 40-ты қосамыз 60, оған 7-ні қоссақ 67 болады. 20 мен 27 мен 40 бізде альбом, иә? Альбомның жауабы бізде 67-ге тең болды. 67 бізде ер балада, демек альбом ер балаға тиесілі екен. Ары қарай бізде 18 қосылған 8. 10-ға 10 мен 8-дің қосындысы деп алатын болсақ 18-ді 10-ға қосамыз. 8-ге 8-ді бірлігін қоссақ, 10 қосу 16, 26. Сонда 26 деген сан бізде балада тұр екен. Ол бізде сөмкенің жауабы. Сөмке сонда ер балаға тиесілі. Ары қарай бізде 25 қосылған 7. 25-тің қосындысы 20 қосу 5 деп алатын болсақ, 20-ны жазып, бірліктердің 5 пен 7-ні қосамыз. 12 болады, 20-ға қоссақ 32 болады. 32 бізде 25 пен 7 мінекей қаламсауыт, пенал деп айтсақ болады. Бұл бізде жауабы 32-ге тең. 32 бізде қызда бар, демек қаламсауыт бізде қызға тиесілі екен. Ары қарай бізде 60 азайту 30 тең 30-ға. Яғни дәптер, 60 азайту тең 30-ға, жауабы 30 бізде қыз балада бар екен. Енді сонда мына жердегі дәптер қыз балаға тиесілі. Демек, ұл мен қыздың құралдарын жазатын болсақ, ұл баланың құралдары сызғыш, альбом, сөмке, және қыз баланың құралдары желім, дәптер және қаламсауыт екен. Осымен біздің 25-ші сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.